2020 жылы балалар жылы деп жарияланып, Ақтоғай орталық кітапханасында үлкен кең көлемді кітап көрмесі безендірілген. Бұл жерде балалардың құқықтарын қорғауға байланысты баптар топтастырылған. Биылғы ұлттық рәміздеріміздің 30 жылдығына орай көптеген кітаптарды дәріптеу мақсатында ұлттық рәміздерді біліп, оны пайдалану мақсатымен үлкен бір әдебиеттер топтамасы безендірілген кітап көрмесінде. Сонымен қатар оқырмандардың салт дәстүрлерін дәріптеу мақсатында нағыз қазақ домбыра атты домбыраға арналған көптеген кітаптар безендірілген. Бұл жерде атақты Тәтімбет, Дина, Құрманғазы атақты күйшілерге байланысты өмірбаяндары беріліп, көптеген әдебиеттер топтастырылған.